Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге үй жағдайындағы дүкеннің де печеньесінен асып түсетін ең керемет печеньенің рецептімен бөлісемін. Бұл печеньені пісірсеңіз, үйдегі балаларыңыз қайта-қайта сұрайтын болады. Дүкеннің тұрып қалған печеньесіне қарағанда үйдің печеньесі одан да 1000 есе артық дәмдірек болады. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін қараңыздар. Ондай болса бастайық. Бірінші біздерге бөлме температурасындағы сары май керек болады, және де ұн, 1 штук жұмыртқа, және де қант керек болады. Қант менде мына жерде сахарный пудра, оның орнына сіздер қант қоссаңыздар да болады. Бірінші біздер ыдысымызға сары майымызды жақсылап микстелеп аламыз. Мен мына жерде 2 минуттай жақсылап микстелеп алдым. Сол кезде сары майларыңыз әдемі болып көтеріледі. Міне 2 минуттай жақсылап араластырдым. Енді үстіне қантымызды салып, жақсылап тағы да 3 минуттай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне аз мөлшерде ванилин салсаңыздар да болады, немесе ванильный сахар салсаңыздар да болады. Әдемі бір дәм береді. Енді дайын болған массамыздың үстіне 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап тағы да микстерлейміз. Мен 1 порция істеп, азғантай ғана болып қалды. Үйде балаларым тоймай да қалды. Тағы да сұрап, тағы да пісіріп бергенмін. Сондықтан сіздер двойной порция жасасаңыздар да болады. Енді үстіне ұнымыз бен қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мына жерде енді миксер емес, жаңағы лопаткамен де араластырсаңыздар да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай массамыз дайын. Осындай қоймалжың масса шығу керек біздерде. Енді қазір осыны мен насадкамен арнайы кондитерлік мешокқа салып аламын. Алдын ала пешімізді де қыздырып қоямыз. 180 градусқа қойып қойсаңыздар болғаны. Міне енді мен арнайы кондитерлік мешокқа салып алдым. Насадкасын мен қарамаппын, кәдімгі енді печенье сияқты болатын насадка салдым. Қалауыңызша қалаған насадка салсаңыздар да болады. Ең бастысы әдемі узор салатындай насадка болса болды. Енді пешіміздің противеніне астына осындай пергаментіне қағаз төсеп аламыз да, енді осыған аз мөлшерден бастап құйып шығамыз. Мен печеньеміздің үстіне жаңағыдай малинаның вареньесін салдым. Қалауыңызша үйдегі қандай варенье бар, мысалы өріктікі немесе қандай джемдар бар, сондай қолдансаңыздар да болады. Мен малинаныкін қостым. Массамыз біздерде өте қою, сондықтан абайлаңыздар. Жаңағыдай насадка жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан қатты қыспай, насадканы неге осы тестамызға қатты батыңқырап тесеңіздер, кәдімгі печеньенің формасы шығады. Енді қолымыздың көмегімен осы тесталарымыздың ішіне шығып, қазір енді ішіне осының біздер начинка салатын боламыз.
Енді қолымызбен тескен жерлеріне осы начинкаларымызды салып шығамыз. Мен енді мына жерде малинаны қолдандым, сондықтан әркім қалауынша салса болады. Бүкіл жеріне осылай құйып болғаннан кейін 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Печеньелеріміз дайын болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай ең дәмді печенье болып шықты. Өте жұмсақ, ауызда ериді. Сондықтан дүкеннің емес, үйде ақ балаларыңызға печенье пісіріп беріңіздер. Каналымнан алыстамай, видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Және де менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөліспекшімін. Сау саламат болыңыздар.